Ақтауда ел тәуелсіздігі мен шекара қызметінің құрылғанына 30 жыл толуына орай қос кітаптың тұсауы кесілді. Отандық арнаулы қызметтің хроникалары және мемлекеттік шекара кітаптарында ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сонымен қоса мемлекетіміздің шептерін қорғау ісіне лайықты үлес қосқан жедел қызметкерлер мен шекарашылардың қызметі баяндалған. В честь знаменования 30-летия независимости Казахстана. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі мен шекара қызметінің 30 жылдығы қарсаңында жарыққа шыққан екі кітапта есімі ел есінде қалған қызметкерлердің атқарған қызметтері баяндалған. Олардың әрқайсысы үлгі болуға лайықты. Оқырманға, соның ішінде жастарға қызықты әрі маңызды деп ойлаймын. Жарық көрген кітаптар өз оқырмандарын табады деген сенімдемін. Мерекелік жиынға қатысқан аймақ басшысы Нұрлан Ноғаев ел тыныштығын тәулік бойы күзететін шекарашылардың қызметінің маңызын айтып, тиісті көмек пен қолдау көрсетілетінін жеткізді. Сіздердің атқарып отқан қызметтеріңіздің орны ерекше. Біз оны білеміз, бағалаймыз және сіздерге сенеміз. Қандай да бір қауіпті жағдай болса, бірінші кезекте алдын алатын сіздер. Сыртқы барлау, іштегі қажетті аналитикалық қызметкерлері, басшылары. Өз тарапымыздан сіздерге қажет қолдау көрсететінімізді тағы да сендіремін. Келген мереке құтты болсын, атқарып жүрген қызметтеріңіз, абыройлы қызметтеріңіз әрқашан өздеріңізге көрсеткен қызметтеріңізге сәйкес болсын. Шекара қауіпсіздігі мемлекет дамуының кепілі. Көршілес мемлекеттермен бейбіт аспан астында достық қатынаста ғана болу біздің елдің өмір сүру салтына айналса, басты күшіміз бірлікте. Десе де ұшқан құстың қанаты, шапқан тұлпар тұяғы талатын ұланғайыр атырап шебін шекарашылар жіті қорғап, кірпік қақпай күзетуде. Сондықтан да олар қандай да болсын құрметке лайықты. Бұл әрине темірдей тәртіппен отанға деген сүйіспеншіліктің нәтижелі жемісі. Дәметкен Саматқызы, Абай Жаныспаев, Ақтау Ньюс.